Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін кекс дайындаймыз. Айраннан кекс ал кеттік. Бізге керек болады ұн, шекер, айран, нан содысы, жұмыртқа, мандариннің кепкен қабығы. Қазір бұны ұнтақтаймыз, сосын дайын тестіге салып жібереміз. Шекерді саламыз, миксерлейміз. Енді айранды құямыз, миксермен тағы да шамалы араластырамыз да, сосын ұнын саламыз. Ұнға содымызды саламыз, араластырамыз. Құрттай тұз салып жібереміз. Енді жаймен смеске саламыз. Бәрін бірдей салып жібермейміз, оны құрттай қалдырамыз да. Қазір араластырамыз. Миксермен араластырып аламыз қазір. Ұнымызды салдық, араластырдық. Енді мандариннің қабықтарын саламыз. Өзгеше дәм береді. Формамызды сары маймен майлаймыз. Кексіміз дайын болды. Енді духовкаға саламыз 180 градусқа 35-40 минутқа. Енді суығаннан кейін үстіне сахарный пудра салып, кесіп көреміз. Кексіміз дайын болды. Жасаңыздар, менімен бірге болыңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.